Гвардейск гарнизонында 700-ге жуық сарбаз ант қабылдады. Ендігіде олар түрлі әскери мамандықтар бойынша білім алмақ. Салтанатты шарадан өңірдегі әріптестің бейнематериалы. Құрлық әскерлерінің кіші мамандарын дайырлайтын оқу орталықтың қызметшілері салтанатты түрде әскери ант қабылдады. Іс-шараға сарбаздардың ата-аналары, жақындары, ардагерлер мен әскери қызметшілер қатысқан. Салтанатты рәсім барысында 700 сарбаз Қазақстан Республикасына адал қызмет етуге, конституция мен заңдарды сақтауға, отанды қорғауға ант берді. Әскери ант қабылдау әрбір жігіттің өмірінде бір ғана рет беріледі. Мен бүгін өзімнің ата-анамның алдында әскери ант қабылдау маған үлкен абырой болды. Әрбір ер жігіттің парызы отан алдындағы борышын өтеу. Әрбір Қазақстан Республикасының ер азаматы әскери антын, әскердегі борышын өтеу тиіс деп ойлаймын. Сонымен қатар мен Қазақстан Республикасына ақтық дем қалғанша қызмет қылуға дайынмын. Айта кетейік, ант қабылдаған әскери қызметшілер ендігіде құрлық әскерлерінің кіші мамандарын даярлайтын орталықта түрлі мамандық бойынша білім алады. Оқу бағдарламасы аясында Т-72 танкінің механик жүргізушілері, жаяу әскердің ұрыс машинасының механик жүргізушілері, танк пен жауынгерлік машиналардың нысаншы операторлары дайындалмақ. Сонымен қатар әскери бөлімдерге қажетті жүргізушілер мен аспаздар да оқытылатын болады. Сондай-ақ аталған орталықта теориялық практикалық сабақтар өткізіліп, сарбаздар заманауи әскери техникаларды меңгеруге күш салмақ. Дәулет Акимов, Мадина Оқас, Қордай 24 Ньюс.